Деструктивті діни ағым өкілдерінің манипуляциясына қарсы негізгі 5 әдіс. Біріншісі өзіңіздің жеке шекараңызды қою. Мысал алған кезде неге бұл мен нәрсені жасауым керек? Бұл нәрсе мен жасағым келмейді. Не болмаса бұл уағызды мен тыңдағым келмейді. Бұл іс-әрекетті мен жасағым келмейді деген секілді өзіңіздің нақты шекараңызды белгілеу қажет. Екіншісі ол азаматтардың манипуляциясына қарсы уақыт созу. Яғни сізге бір нәрсені тықпалап айтқан болатын болса, мен бұл нәрсені ойланып көрейін, мен ақылдасайын деген сияқты өзіңіздің қажетті ол нәрсені ойлануға уақыт ұтуыңыз қажет. Үшіншісі, сізге манипуляция жасап жатқан сондай бір деструктивті діни ағым өкілдеріне қарсы, жаңағы өздеріне қарсы сұрақ қою. Бұл нәрсе қайдан алынған? Бұл нәрсені сен 100% сен бұл нәрсе сенімдісің ба? Бұл нәрсе неге сенікі дұрыс болса, бұл азаматтар неге қате деген секілді өзіне керісінше логикаға сай сұрақтарды қоя білу. Және де келесі, манипуляцияға қарсы іс-әрекеттерде бір эмоцияға берілмеу. Өзіңіздің салқынқандылықпенен олардың айтылған әрбір уағыз насихаттарына, түсіндірмелеріне эмоцияға берілмей нақты түрде жауап беру. Және де ең соңғысы, бір шешімді бірнеше рет қайталап, өзіңіздің нақты көзқарасыңызды білдіру қажет болады.